Ассалаумағалейкум жігіттер. Сразу айта кетейін, алдыңғы видеода енді боқты сөз көп болып кетті. Ол видеоны мен өшіріп тастадым. Ендігі видеоларда мен боқты сөз қоспауға тырысамын. Енді бүгінгі жаттығу кеудеге арналады. Сондықтан тақаңызға көріңіздер. Let's go. Бірінші разминка істеп аламыз. Разминкаға ұзақ видео болмай кетті. Кешірім сұраймын. Енді қол тимей жүр. Енді бір-екі күн видео болмай тұрады, бірақ бір-екі күннен бір видео шығады. Ол видео конкретно сіздерде, менде аты жүріп қуантатын болады. Мен өзім лично жақсы қуанамын ол видеоға. Зор видео болады, тіркеліңдер, лайк басып, колокольчик басып қойыңдар, чтобы жіберу үшін. Біз бастаймыз. Все, разминка. Осылай 10 рет істеп аламыз. Ары қарай айтайымыз, короче. Менде как ортасы ауырып жатыр, көп істемейінен екінші брусья. Все, біздің брусья кең. Все, let's go. Бірінші жаттығу, короче, бір қолмен отжимание істейміз, бір қолмен отжимание сүйге көмектеседі. Мен, в общем, толкающияларды жақсылап дамытқым келіп жатыр, яғни взрывной сила дамыту үшін бір қолды істеп үйрену керек, сол кезде взрывной сила артады. Бастаймыз. Сегізден істейміз, қатына күш керек емес, қазір келесіздерді күш керек. Все, дәл осылай 4 подход, или 5 подход қойдым, қазір көресіңізші. Бізде уже соңғы подход, яғни 5 подход болады. Қарадым, кеттігі соңғы подход істеп тастайық. Ой, бля, 9 істеп па? Қиын кетіп жатыр, жүгірдік памп. Келесі жаттығу брусья. Короче, жігіттер, осы жаттығуды бітеміз. Сосын аяққа барып істейміз. Мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Менде 2-3 күнде видео болмайды. Бірақ 3 күннен кейін сіздерге уәде беремін, өте мықты видео шығады. Ол видео өзіме де сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сондықтан арнаға тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар, сол видеоны жібере алмас үшін. Давайте. Келесі жаттығуға келдік. Бастаймыз. Брусья яғни. 15-тен істейміз, 5 подход. Бұл жерде яғни трицепске күш береміз. Бағана алдыңғы отжиманияда тоже трицепске күш кетеді, бірақ по-любому грудаққа әсер етеді. Келесі жаттығуда кеуденің үсті жағына жасайтын боламыз. До конца көріңіздер. Уже соңғы подход. Келесі. Соңғы подход бітті, келесі жаттығу құрдақтың үстіне болады. Келесі жаттығуды осы жерде орындаймыз, аяқ қойып, белді жібереміз, сол құрдаққа нагрузка түсіру үшін. Кеттік, давай. Кішкене широкий хват ұстаймыз. Все. Бұл жаттығуда 5 подход болады, 15-тен. Жігіттер, соңғы подход. Мен бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Яғни отжиманияның артынан пресс качересіздер. Отжимания соңғы, потом пресс кетеді. Бақсарақ.
Енді пресс дейміз. Прессті осы неде істейміз. Прессте без подход суперсетмен істейміз, осының артынан сырға істейміз. Сол кезде яғни тренировканы кішкене қысқартасыздар. Менде уже соңғы подход, айтымда болып кеттім. Бәрін бірге істейсіздер. Все. Жаттығудың бәрі бітті. Осы жаттығуларды істейсіздер. Арнаға тіркеліп колокольчик басып кетіңіздер. Видеолар жіберіп алмас үшін. Сау болыңыздар. Жігіттер, енді растяжканы ұмытпаймыз. Растяжканы. Құрдакты былай ұстаңыз, қолды ашамыз, и артқа қарай қайырамыз. Бұны бірдемеге тіресеңіздер болады. Қояп. Құрдак жақсы созылады, істеп көріңіздер. Осылай 30 секунд ұстайсыздар. Бұны біткеннен кейін тірсеп созу керек, тірсеп бой созыңыздар. Мына осылай істейсіздер, мына қолмен итересіздер. Екі қолға кезек-кезек 30 секундтан ұстайсыздар. Тірсіп кетсе. Соңғы пресс созамыз. Прессті былай осыған жатсаңыздар болады. Или болмаса растяжка кобра деген бар, соны істейсіздер. Видео болса растяжка кобра жатсы. Ең соңғысы екі созамыз алдым керек. Бұны былай қоямыз да төмен қарай отырамыз. Мен бірге жаттығыңыздар, мықты болыңыздар, давайте.